Армысыздар. Мен Оразбаева Алма Зинеловна. Алматы қаласы номері 174 мектеп гимназияның директорының міндетін атқарушы. Бүгінде цифрлық даму басты назарда. Мектептегі түрлі процестерде жасанды интеллект көмегімен жеңілдеп, өз пайдасын беруде. Басқарушылық және әкімшілік міндеттерді шешу, оның ішінде жоспарлау, коммуникация, талдау және білім беру үдерісін жақсарту үшін біз әкімшілікте Gemini, Notebook LM, Canva қолданбаларын қолданамыз. Notebook LM бағдарламасында тапсырмаларды бөлу арқылы біз барлық процестерді жеңілдетеміз. Ал бұл біздің мектебіміздің авторлық медиа бағытындағы ұрпақ үні жобасы. Мектептің әлеуметтік желідегі парақшаларын жүргізіліп, кәсіби медиа өнімдерін дайындайтын оқушылар тобы. Медиа мектептің әлеуеті артып, оқушылардың киберқауіпсіздігі жақсы бекіді. Жобамыздың негізгі 3 өнімі бар. Айлық газет, подкаст және апта жаңалықтары. Газет қағаз түрінде де басылып, қорда сақталса, электронды нұсқасы мектептің цифрлық платформасында бұлттық жүйеде сақталады. Оқу процесінде де цифрлық қолданбалар енгізілген. VR, айыр көзілдіріктер арқылы оқушылар сабақты 3D форматы арқылы бекіте алады. Жасанды интеллект көмегімен сергіту сәті, сұрақ-жауап, тақырыпты пысықтауға арналған ойындар жасалады. Робототехника сыныбы ашылып, шәкірттер заманауи роботтар дайындайды. Біздің мектеп қаладағы үздік цифрлық мектеп деп мақтанышпен айта аламыз. Оған негізде бар. Қызылорда қаласында өткен республикалық байқауда оқушыларымыз үздік инновациялық жоба аталымын жеңіп алды. Мен цифрлық блог жүргіземін. Мектеп сайтында жаңалықтарды жариялап, Instagram, Google Classroom қолданбаларында ата-аналар мен оқушылармен тығыз байланыстамын. Сандар сөйлесін. Медиа жобаның арқасында мектепте буллинг фактісі азайған, жоқтың қасы. Оқушылар мектептегі жаңалықтардан әрдайым хабардар. Оқу процесі 100% жеңілдеп, оқушылардың үлгерімі 100%-ға жақсарып, ұстаздардың қызметі жеңілдеді. Басқару процесі де цифрлық бағытта жүзеге асады. Құрметті әріптестер, цифрлық заманауи мүмкіндіктерін пайдаланып, ұлт келешегі болатын білімді ұрпақ тәрбиелеудегі қызметтеріңізге пайдалы кеңес болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.